Енді соған қатысты Айша анамыздың хадисі бар. Qultu ya Rasulullah yadhkurul habibu habibahu yawmal qiyamah. Айша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдан сұраған екен. Қияметте өзінің жақсы көретін адамын адам еске ала ма деп. Яғни қиямет күні болған кезде өзінің сүйіктісін есімізге түсіреміз бе деп. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам наам дейді, әлбетте дейді. Яғни біз қияметте ертең өлгеннен кейін тірілген кезде жақсы көретін адамдарды іздейді екен, табады. Бірақ әмма инда саласата мавади' фала, осы үш жерде ғана ешкімді есіне түсірмейді дейді. Тек өзін ғана ойлайтын жер. Яғни қияметте тек қана өзін ойлайтын жер ол индал мизан дейді. Яғни таразы. Біздің амалдарымыз таразыға салынып өлшенген кезде ешкімді ойламайды екен. Хатта я'лама имма ай яхуфа ва имма ай ясқула. Оның таразыға салған дәптері ауыр баса ма немесе жеңіл баса ма білмейінше бұл ешкімді ойламайды. Өйткені өзін ғана ойлайды. Менің амал дәптерім қаншалықты ауыр екен, соны күтеді екен. Өйткені ол оның дәптері, амал дәптері жеңіл болып шықса не болады? Ол тозаққа түседі. وعند تطاير الصحف إما أن يعطى بيمينه وإما أن يعطى بشماله. Және амал дәптері берілген кезде де бір-бірін есіне алмайды екен. Яғни басқа біреуді ойлайтын жағдай болмайды. Біреудің амал дәптері оң қолынан беріледі, біреудікі сол қолынан беріледі. وحين يخرج عنق من النار. Үшінші кез тозақтан бір мойынға ұқсайтын бір құбыжық шыққан кезде дейді. فينتوي عليه ويقول وكلت بثلاثة وكلت بمن دعا مع الله إلها آخر وبكل جبار عنيد وبكل من لم يؤمن بيوم الحساب. Әлгі ұзын енді ұнық деп келеді бұл хадисте мойын. Яғни бір жаратылыс Аллах тағаланың сол келеді деген жиналып тұрған халайыққа махшарда тұрған бүткіл. Фаянтауи алейхи. Сөйтіп әлгі жаратылысқа тіл бітіп, мен үш адамды алып кетуге келдім деп айтады. Үш адамды. Укилту биман дa'а Аллаһ илаһан ахар. Аллаға серік қосқан адамды алып кетуге келдім. Ва бикулли джаббарин анид. Және қарсы шыққан джаббар, такаббар адамды алып кетуге келдім. Ва бикулли ман лам юъмин бияумил хисаб. Және хисаб күніне иман келтірмегенді алып кетуге келдім дейді. فينتوي عليهم حتى يرمى بهم في غمرات جهنم ولجهنم جسر أدق من الشعر وحد من السيف وعليه كلالك وحسك والناس يمرون عليه كالبرق الخاطف. Осы үш түрлі адамды ұстайды да әлгі жаратылыс ғамарати жаханнам, тозақтың түбіне лақтырады. Ал жаханнам тозақтың үстінде жиср дейді, көпір бар дейді. Адақу мина ша'r, қылдан да жіңішке, ахадда мина сейф, қылыштан да өткір. Алейхи калалик, мынандай жанында ілгіштері болады дейді, калалик дейді, іліп кететін. Кейбір адамдар сол көпірден калбарқил хатиф, найзағайдың жарығындай жылдамдықта өтеді. Ва каррихил асиф, біреулер қатты желдің жылдамдығында өтеді. Фанаджин муслим. Содан өткен адам аман қалады, түспейді дейді тозақтың орнына. Ва махтушун мусаллам. Және өтіп бара жатып жаңа ілгішке ілініп немесе жырып кеткен адам да ол да аман қалады. Яғни өтіп бара жатып өзінің амалын әлсіз болғандықтан
ол жана найзағай немесе желдің жылдамдығындай өте алмайды. Әйтеуір өтіп бара жатқан кезде оны жаңағы жан жақтағы ілгіш шынжырлар жарақаттайды екен. Сөйтсе де ол сондай жарақатпен өтсе де әйтеуір көпірден өтсе ол құтылды дейді. Ал әлгі ілгіштерге ілініп қалған адам дейді, ол макбубун, ол екі бетімен сол тозаққа қарай түседі. Мінекей бұл хадисті Абу Дауд рахимахулла жеткізеді. Бұл жерде үш жерді айтты да, құрметті жамағат. Бірінші таразы. Мына кейбір ғалымдар айтады, кәпір бар ғой, имансыздар, олардың амалын өлшемейді. Олардың амалдары таудай болса да жақсылықтары, бүткіл әлемдей болса да жақсылықтары, садақалары оларды өлшемейді. Өйткені оларда имансыз жасағандықтан шаң тозаң секілді құрып кетеді олардың жақсылықтары. Тек қана мұсылмандардың жақсылықтарын және жамандықтарын таразыға салады дейді. Ал оң қолына және сол қолына дәптер берілген кезде де ол мұсылмандарға қатысты. Оң қолына дәптер алған адам сондай күйде болады, қуанады дейді. Умуқрау китабия дейді. Мінекей, мен кітап дәптерімді, амал дәптерімді оқыңдар деп қуанады дейді. Ал сол қолынан берілген адам я лайтаха деп өз қолдарын үжектейді, өкінгендіктен. Әттенай мен неге амалдар көп, құлшылық көп, жақсылық жасамадым деп.